Бұл станок жалпы ағашты жанынан жонып өңдеу станогы. Бұның қызметімен біз яғни пайдалану арқылы бұйым жасаймыз, жанынан жонып өңдеу арқылы. Бұл станок негізінен тұрады, мынау алдыңғы қыспақ, артқы қыспақ және тұғыр және мынау бекіткіш темірлерден тұрады. Міне, мына ағаштың яғни диаметрін білеміз. Енді осыған диагонал сызықтар жүргізеді. Диагонал сызықтар жүргізетін себебі бұл ағаштың біз ортасын табуымыз керек. Ортасы табылғаннан кейін біз бұл станокқа бекіту үшін алып келіп алдыңғы қыспаққа, одан кейін артқы қыспаққа мынадай бекіту амалдарын жасаймыз. Бекіту амалдары жасалып жатқан кезде мына астындағы бекіткіш темірлерді бұрап бекітіп аламыз. Яғни міне. Сосын артқы қыспақтың бойындағы винтті қысқышты бекітіп болып, мына жерде өзіміз шамал айналдырып тексеріп аламыз жұмысымызды. Бұл станокпен жұмыс жасау кезінде, яғни қауіпсіздік ережесін білуіміз керек. Мынау айналатын станогымыз айналымы минутына 1000 айналыммен айналады. Яғни мынау қашауымыз тік жүзді қашауы. Тік жүзді қашауды жону кезінде мынау тұғырға үстіне міндеттілер ұстап тұрып жону жұмысын жасаймыз. Жону жұмысы кезінде қол артқы жақ, оң қол артқы жақтан, сол қол жоғарыдан төмен қарай қашауды басып тұрып жұмыс жасайтын боламыз. Міне, мынау қосу батырмасын біз қосып айналдырып тексереміз бірінші. Айналдырғаннан кейін барып біз қашауды жақындатып жұмыс жасай бастаймыз. Осылай жұмыс жалғасады. Мынадағы қара түсін өңделмеген, мынау өңделген бөлігі. Яғни бұйымымыз дайын болды. Бұйымымыз, жасап жатқан бұйымымыз бұл шырағдан қойғыш. Шырағдан қойғышымыз жасау кезінде технологиялық процестерді, технологиялық картаны пайдаландық. Негізі астыңғы бөлігі темірден және жұмыс жоғарғы бөлігіміз таза ағаштан жонылып бекітілді. Бұл біздің дайын бұйымымыз десек те болады.